Қызылорда облысының әділет департаменті Қазақстан Республикасы әділет министрлігінің аумақтық органы болып табылады. Аталмыш орган бүгінгі күнге дейін ел өміріндегі тарихи оқиғалардың бел ортасында болып, саяси, құқықтық және әлеуметтік экономикалық өзгерістерге тікелей атсалысуда. Жаңа мемлекеттік құқықтық реформа қалыптастыра отырып, жұмысын жандандыруда. Алға қойған негізгі мақсаттарының бірі халыққа қалтқысыз қызмет көрсету, әрі оның орындалуын басты назарда ұстау. Әділет департаменті өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес және басқа да нормативтік актілер негізінде атқарады. Әділет органдары туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес әділет органдары өз құзырет шегінде мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз етеді. Әділет органдарының негізгі маңызды міндеттерінің бірі жергілікті мәслихаттардың және атқарушы органдардың нормативтік құқықтық актілерін тіркеуді жүзеге асырады. Барлық заңдар Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы келмеуі тиіс. Өкілетті орган қабылданған актіні тіркеу барысында департамент оның қолданыстағы заңнамаға сәйкестігіне заң сараптамасын жүргізеді. Мұндағы басты мақсат азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіруге жол бермеу болып табылады. Елімізде 2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы заңы қолданысқа енді. Аталмыш заңда жария етуге жататын мүліктердің тізімі нақты айтылған. Оның ішінде ел аумағында орналасқан құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келетін жылжымайтын мүліктер жатады. 2014 жылдың қыркүйек айынан бастап күні бүгінге дейін мүлікті жария ету жөніндегі комиссияның оң шешім алған жария ету субъектілері тіркеуші органға 1408 өтініш түссе, 1393 өтініш мемлекеттік тіркеуден өтті. 12 өтініш кері қайтарылды, ал 3 өтініштен бас тартылды. Мемлекет басшысы біздің басты мақсатымыз 2050 жылға қарай мықты мемлекет, дамыған экономика және жалпы еңбек мүмкіндіктері негізінде ауқатты қоғам құру. 2050 жылға қарай әлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру деп дүйім елдің алдына меже қойған болатын. Осы орайда әділет департаменті дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілетті жаһандық индексінің 4 негізгі көрсеткішінің орындаушысы болып табылады. Олар меншік құқығы индикаторы, әкімшілік реттеуді дауласу кезіндегі заңнаманың тиімділігі индикаторы, даулы мәселелерді шешудегі заңнаманың тиімділігі индикаторы, зияткерлік меншікті қорғау индикаторы. Елбасы айқындаған 100 нақты қадам ұлт жоспары түбегейлі реформалар аясында 27 қадам жеке сот орындаушылары институтын одан әрі дамыту және сот орындаушыларының мемлекеттік қызметін біртіндеп қысқартуды қарастырған болатын. Бұл дегеніміз мемлекеттік сот орындаушыларын кезең-кезеңімен қысқарту арқылы жеке сот орындаушыларының институтын одан әрі дамыту болып табылады. Әділет департаменті заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуші орган болып табылады. Осы ретте айта кетерлігі, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін тіркеу алымы төленбейді. Ендігі жерде электрондық үкіметтің веб-порталы арқылы кәсіпкер өз бизнесін 1 сағаттың ішінде ашуына толықтай мүмкіндік бар. Бұрындары кәсіпкерлікті реттейтін көптеген нормативтік құқықтық актілер болған болса, бүгінгі таңда оның барлығы бір акт кәсіпкерлік кодексімен реттеледі. Бұл кодекстің негізгі мақсаты ұлт көшбасшысы айтқандай кәсіпкерліктің дамуына құқықтық жағдай жасау болып табылады. Облыстық әділет департаментінің зияткерлік меншік құқықтары бөлімі өз кезегінде қоғамдық ұйымдармен және мемлекеттік органдармен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Шұғыл шешуді қажет ететін мәселелер бірлесе талқыланып, қорытындысы бойынша нақты шешімдер қабылданады. Заң талаптарының сақталуы тұрғысында жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша тексерулер ұйымдастырып, құқық бұзушылықтың алдын алып, келеңсіздіктерді болдырмау мақсатында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырады. Сонымен қатар мемлекеттік саясатты жүзеге асырады. Әділет департаментінің құзыретіне нотариаттық, адвокаттық және бағалаушылар қызметін ұйымдастыру әрі қадағалау жатады. Нотариат саласы бойынша жылжымайтын мүлікке қатысты куәландырылған мәмілелер электронды нұсқада бір жұмыс күні ішінде тіркеледі. Айта кетерлігі, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне сәйкес адвокаттар тегін түрде қызмет көрсетеді. Облыстық әділет органдарының құрамына сот сараптама институты, сот медицина орталығы, нотариаттық палата, бағалаушылар палатасы, адвокаттар алқасы, құқықтық ақпарат орталығы, жеке сот орындаушылары кіреді. Ал азаматтық хал актілерін тіркеу қызметімен халыққа қызмет көрсету орталығы бүгінде әділет департаментінің құзыретіне кірмейді. Аталмыш орталықтармен әріптестік байланыс аясында жұмыстар жүргізілуде. 2012 жылдан бастап елбасының бастамасымен іске кіріскен Қазақстан заңгерлер одағы қазір еліміздің барлық аймағында жұмыс істеп келеді. Басты мақсат халықты құқықтық сауаттандыру арқылы елімізде заңгерлердің мәртебесін арттыру.
Қазақстан заңгерлер одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің Қызылорда облыстық филиалының бұрынғы төрайымы Кесебаева Балайым Туғанбайқызы Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісіне депутат болып сайлануына байланысты кезектен тыс конференция өткізіліп, облыс заңгерлерінің 100% дауыс беру негізінде Қызылорда облысы әділет департаментінің басшысы Сапаров Қалдыбек Ерубайұлы облыс заңгерлер одағы филиалының төрағасы болып сайланды. Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерді уақытылы әрі сапалы орындауға, халыққа қалтқысыз қызмет көрсетуге облыстық әділет департаментінің қызметкерлері кәсіби біліктіліктерін таныта отырып, күш-жігерлерін жұмсамақ.